Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге үй жағдайында дайындалатын осындай оңай пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің каналымда түрлі кекс түрлері және де ыстық тағамдар түрлері, салат түрлері, пицца түрлерін, булочкалардың түрлерін осы жерден, осы каналдан таба аласыздар. Каналымды қарап шықсаңыздар болады. Енді мінекей 5 жұмыртқаны дайындап қойдым. Оны миксердің көмегімен осылай әппақ болып көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 1 стакан қантымызды қосамыз және де 1 стакан сұйық майымызды қосамыз. Содан кейін қантымыз ерігенше осылай миксердің көмегімен 5-10 минуттай жақсылап ерігенше араластырамыз. Одан кейін бетіне сетадан өткізіп 2-3 бөліп, яғни бірден салмаймыз, 2-ге немесе 3 бөлікке бөліп осылай ұнымызды себелейміз. Содан кейін жақсылап араластырып, тағы да ұнымызды себетін боламыз. Енді мен осының үстіне қазір 1 шай қасықпен ванилин, содан кейін 1 шай қасықпен разрыхлитель қосатын боламын. Содан кейін тағы да миксердің көмегімен тестімізді, яғни массамызды осылайша араластырып аламын. Енді дайын тұрған қалыпқа, яғни формаға осы жаңағы массамызды құямыз. Содан кейін жан-жағын тегістеп осылай видеодағыдай дәл осылай жасасаңыздар болады. Содан кейін 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз жарылып әдемі болып пісті. Осы піскен піспеген зубочистка тығып, яғни қарасаңыздар болады. Бізде пирогтың піскені түрінен көрініп тұр, керемет болып пісті. Достар, менің рецептім сіздерге ұнап жатса, жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Өте керемет болады. Әсіресе шайға, күнделікті шайға осындай пирогты пісірсеңіздер, оңай әрі тез дайындалады. Сіздермен болған Бекзат. Менің рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісемін. Осындай оңай үй жағдайындағы және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар.